Қытайдық міне осындай жүреміз. Мана біздің болса жерлік артистербіз, манас айтады, өлең айтады. Квадраттық алдыңғы ақшасына 100 миллион ақша бересіздер, әр айына 4 миллион ақша төлеп осы үйді аласыздар. 5 бөлмелі 2,5 жылдық үй 2024-тің жаңа. Күні кешеге дейін Қытайдағы қазақтар мен қырғыздар өз ана тілінде таза сөйлеп, ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дәстүрін қаймағын бұзбай сақтап үлспуледі. Тіпті олардың тілі мен діліне беріктігі Қазақстан мен Қырғызстан халқына үлгі болатындай дәрежеде еді. Алайда бүгінгі таңда бұл мақтаныш сезімі тек тарих қойнауына кетіп, келмеске кету қауіп алдында тұр. Оған себеп Қытай үкіметінің халықтар бірлігі деп аталатын жаңа саясаты. Бұл саясат қазақтар мен қырғыздарды қандай тағдырға алып барады? Бүгін біз осы ассимиляция қаупі туралы сөйлесетін боламыз. Алдымен сандарға көз жүгіртейік. Ресми мәліметтерге сәйкес, Қытайда шамамен 1,5-тен 1,6 миллионға дейін қазақ тұрады. Олар негізінен Іле, Тарбағатай және Алтай аймақтарында қоныстанған. Ал қырғыздардың саны 200 мыңнан асады. Олардың негізгі мекені Қызылсу Қырғыз автономиялық облысы. Бұл тек статистика ғана емес. Бұл осы аумақта ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатқан тұтас екі түркі жұртының тағдыры. 2017 жыл Шыңжаңдағы аз ұлттар үшін бұрылыс нүктесі болды. Дәл осы уақыттан бастап Қытайдың халықтар бірлігі жаңа саясаты қатаң түрде іске аса бастады. Нәтижесі қандай? Біріншіден, ауылдық жерлердегі қазақ және қырғыз тілінде оқытатын мектептер жаппай жабылды, немесе толықтай Қытай тіліндегі оқу бағдарламасына көшірілді. Екіншіден, теледидар мен радиодағы қазақ және қырғыз тілдеріндегі бағдарламалардың уақыты күрт қысқарды, немесе мүлдем тоқтатылды. Қоғамдық орындарда, көшелерде тек бір ғана тіл, мемлекеттік тіл үстемдік құрды. Қытайдың саясатының себебі. Қытай үкіметі бұл қадамға неліктен барды? Ресми Бейжіңнің басты мақсаты Джунхуа, яғни біртұтас Қытай ұлтын қалыптастыру, сепаратизм қаупінің алдын алу және шекаралық аймақтардағы халықты орталықтың мәдениетіне толықтай интеграциялау бұл саясаттың негізгі қозғаушы күші. Мемлекет үшін барлық азаматтардың бір тілде сөйлеп, бір мәдениетті тұтынуы қауіпсіздік пен экономикалық тұрақтылықтың кепілі саналады. Бірақ бұл тұрақтылықтың құны аз ұлттардың төл мәдениеті болып отыр. Балаларға төнген қауіп – ассимиляция. Ең үлкен соққы және ең үлкен қауіп жас ұрпаққа төніп тұр. Қазіргі балалар толықтай Қытай тілді ортада өсуде.等我来，那我脱产吗？对啊，对。你在拍视频吗？对呀。这是狗，这是光你的光，然后这是福字，这是狗。哦，还有呢？就这样，这就是你们要给我介绍的啊。上面是什么呀？啊？葡萄树是晋江的吗？对。葡萄是从别的地方移到了新疆这一边来的，因为我们新疆的土壤、阳光各个方面都比别的地方要好，所以你们看到没有？就是葡萄在我们新疆是不是生长的特别好？是。葡萄树从哪来呀？请我吃。哎，我都破产了。谢谢。以后经常来。老师，你看这个打算看我们新造的家。你们新造的家？对。啊，首先去看一下。大果园。这边有什么？有樱桃，有葡萄，还有大枣，有水蜜桃。这个是我们家的葡萄，还没长出，这是我们家的花朵。你看我喜欢五星红旗呀！哇，五星红旗的红色代表什么意思？国家的。看上面的5颗星星是让我们好好吃饭，早三起，找到工作。哇，你好会说话啊！红色代表着革命先辈的鲜血，然后呢有5颗星，最大的1颗应该代表是中国共产党，然后其他4颗代表是各个阶级的公民都向共产党看齐。哇！来，肯定不完了。
然后下面是猫头鹰羽毛，代表着那个勇气、坚强。然后这个是我自己做的贺卡，上面写着我对你说的一些话。然后呢，这是一首诗，它的意思就是希望您的前程像咱们的天山一样雄伟奇丽，像您的未来像我们祖国的黄河一样滔滔不绝，势不可挡。哇，谢谢天啊！这是我为你准备的手链，这个蓝色的眼睛能让你每次都好运连连。希望您每次办事都能好起来，好运连连。哇，谢谢。这是我为您准备的杯子，它这个条纹是绿色的，绿色代表健康，希望您健健康康，平安开心。也希望您每次用这个喝水的时候，能想起那天我们在草原上的快乐时光。哇。这是我送给你的一个哈萨克族的猫，它寓意的美好。балабақша қытай тілінде, мектеп, университет, кейінгі жұмыс орны барлығы тек қытай тілін талап етеді. Оған қоса ақпараттық кеңістік те өзгерді. Балалар тұтынатын контент, мультфильмдер, кино, музыка, кітаптар, әлеуметтік желілердегі достары бәрі қытай тілінде. Бұның әсері қандай? 你会写2呀，这样子的2，一2的2。他不会，他会。你看小戴，你写这个，这个你会写吧？他会。还是去那个大超市好，有可能会拐的，真的。我害怕。真那么近？Hello， 大家好，这是手机。 Аралас неке. Ұлттық сананың әлсіреуімен қатар тағы бір үлкен тенденция байқалуда. Ол қытайлармен неке құрудың көбеюі. Бір кісілер сізбен қойды қызың қазақша айта ала ма деп, қанекей қызың өзің таныстырып жіберші. Ата жасыпта менің атым Сая. Мен албан болам, албан ішінде айтын ішінде садым. Мен атаның қызым. Менің атам Нолан Акес, Акес, Кутайбай, Акес, Дүнгінбай, Акес, Игінбай, Акес. Жетин, Акес, Пукар. Қазақта айтылған екен, жет атасын білмеген жетімдіктің белгісі деп. Атасының қызына куәнчу тезі алып кетіңіздер. Бұл табиғи құбылыс сияқты көрінгенімен, аз ұлттар үшін бұл ассимиляция процесін 10 есеге жылдамдатады. Аралас отбасыдан шыққан балалардың басым көпшілігі өзін Қытай ұлтының өкілі ретінде санайды. Осы факторлардың барлығын қоса келгенде, алдағы бірнеше 10 жылдықта Қытайдағы қазақбек пен қырғыз тілдерінің тұрмыстық деңгейден шығып, толықтай жойылып кету қаупі өте жоғары деңгейге жетті. Қорытынды. Қорыта келгенде Қытайдағы қазақ пен қырғыз халқы жаңа саясаттың тікелей құрбанына айналып отыр. Егер бұл үрдіс осы қарқынмен жалғаса беретін болса, олар өздерінің тілі мен ділінен айырылып, жай ғана фольклорлық субэтносқа айналуы мүмкін. Ал ең пессимистік жағдайда алып ханзу халқының бір бөлігі болып, ғасырлар бойы сақталған ұлттық кодынан толықтай көз жазып қалу қаупі бар. Бұл тек көрші елдегі қандастардың ғана емес, жалпы адамзаттық мәдени әртүрліліктің жоғалу трагедиясы. Біз бұған сырттан ғана қарап, тарихтың жаңа парағы жазылғанына куә болып отырмыз. Sizlerden Altay'dan şahramız 16 günde Kabağı'da Yılaman Restoran'da kişi saat 8'de Yılaman Restoran'da sonra kelingizler. Жалпы тағы да айтатынымыз менің осы шақырымда осы ойында 16 günге жақын тағы да тікелей эфир оны біз шен қылып жасап қойдық. Бұйырса сіздер сол жерден көре аласыздар. Алдын ала құндылығың, байлығың, әкең саған көрсетпейді қарлығың. Асыл жанқой құрметтеген отбасы, әкең сенің азаматың сұлудың. Әкелерді сыйлау керек құрметтеп. Әдемі шығады екен, қазақша сол әдемі шыққан екен. Үйлеріңізге оқушыларыңызға үйір қоясыздар. Онда басқа тауар етіп берсеңіздер ұялмай береді екен. Әдемі шыққан, астыңыздардан алып алыңыз. Қасымда тұрған достар, мынаны көріңдер, мен сендерге қазір мен де фәйін қылып берейін. Осы альдимін, жалған тұр, қазір сендерге фәйін көрсетейін, міне. Кітапханаға қалай барады? Мен хау, я 我想去阿斯塔纳。所以给我试一下毒噻，我给你们拍个照吧。
哇，这一串的，怎么样？我把家长派到警队那来，家里妈妈都是不记得，这是甜甜的，这甜甜的，有请老师。啊！啊！哇，这次见到你们，我真的太高兴，还这么多惊喜。昨晚还有羊肉呢。啊！对，这个你吃过吗？哇，谢谢阿姐。大家可以买拿着吃。来真的？开始。 Doğdan olma yürümendi, ıskaz bazı armanın. Ömürdün diye üzü, gözüden süzü, ben gül bulup kalmağın. Dinci hobici hayşonge bolong, uçigi uçilang. Hao wen, lai wen, zong ma jiao ki gang lai bia. 三本七足家，七本高大标呀，再会呀。老师吃烤肉了，烤肉烤肉。哇！来一个。Кайсердин кандайлыгын, аяк бияк кандай жүрүштүрүш баардыгын түшөнгөндөн кийин алардан шын косулуп бир путун жөндөшүн кой экен. Андай эле годан эле ишини кылып андай чоң көрүнүп кетпейт шаарлыктар менин көзүмө. Өзүм эми ошондой билип жетип, мына чөнгөндөн кийин эң акырында ушу өзүнүн айылы сонун көрүнүп калат экен. Азыр ошо көбүнчөсү 4-5 күн айылда болом. Анан зериккендерде ушу шаарда 2 күн жүрөм да. Көбүнчөсү айылда жүргөндү жакшы көрөм азыр. 我们都是3年级，你会跑吗？会干嘛？跑。会跑。跑步。对。可以呀。比赛吗？比赛。比赛。好。好，来1、2、3，走。酷是什么意思呀？就是那个酷。哦，stop吗？这酷是那个酷。天哪，你们是别讲。亲爱的孩子们，你们知道吗？世间所有的相遇都是久别重逢。自从上次在美丽的吉木萨尔与你们相遇，你们的笑容，你们的歌声，就像一颗颗明亮的种子，深深种在了我的心田。我知道，对于新疆的孩子来说，大海是与生俱来的执念，是刻在心底的浪漫梦想。你们或许无数次在歌声里听过他的澎湃，在故事里想象过他的蔚蓝，在梦中感受过他的气息。来吧，孩子们，大海。 살아마스타로 도간다 멤버서 그들에게 아니라 새끼되게 새끼대 생각하고 새끼 사야와 그 마야와 손 되게 보호진다. 주제가 나가면 필요한 것은 제 너도 노출상에다 그거 하나 됐다며? 예. 하나는 아주 그 색깔도 비키니 다시 잡아가서 새끼 믹스하고 그랬다. 어선도 아주 저 들고 생각한데 가시까지 마시다 반대를 신댔다. 아주 벌써 새끼는 자 종고 자만젤레 동석고 있다. 종고 자만젤레도